Бәріңе сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз уборка жасаймыз, яғни менің жазғы ас үйіме тазалаймыз. Ауыл ыстық болғандықтан шыбын, маса дегендер өте көп, сондықтан осы ас үйіме кіріп қалады. Аптасына бір рет осылай генеральный уборка болып тазалап тұрамыз. Кәдімгідей шыбынның басқан жерлері бірден көрініп қалады, сондықтан осылай бірден тазалап аламын. Осы рәшкелерді салатын ыдысым бос тұрған, салуға ерініп жүрген. Бүгін енді уақыты келген екен. Мына жерде Омар менен горох сұрап тұр. Горохты шоколад деп ойлап тұр. Енді біреуін беріп көрсетіп жатырмын. Бұл күріш салатын ыдысты мен 2 жыл бұрын Пиндододан алғанмын. Әлі өзіме қызмет етіп тұр.
Мен духовкам жоқ деп айтқан болатынмын. Енді маған духовка сатып алып келдім. Харлем брендінен. Осылай әдемі духовка алдық. Қане былай тұр. Что помнишь, екі тапал. Аяқтары. Тапас күшті екен. Андай тапаға екен тапасырайды. Тәтір Умар. Atımdan Бәй. Süt Сақып қой. Әкел азында құрамыз. Ще сақып қой. Отыз 8 литр екен. Харлем. Осындай пеш алдық. Бізде Қызылордада күн қатты 40-50 градус ыстыққа дейін барғандықтан кондиционерсіз өмір сүру мүмкін емес. Сондықтан биыл біз кондиционер алдық. Umar tәтті ма? Тәтті ма? Еді, аба, еді. Жей ғой. Біздің каналға тіке ұмытпаңдар. Бұл жерде Омар қорғап отырмыз, Омарды барлығымыз. Себебі папасы ана жерде кашел құрып жатыр. Сваркаге көзді қаратпау керек, сондықтан осылай отыр Омар. Су бешін арайына. Бар ізіне барсай. Кеп бересің бә? Достар, менің отбасылық каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, міндетті түрде тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.